Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің мектепте қыз тәрбиелей отырып ұлтты тәрбиелейміз деген тақырыпта іс-шара болайын деп жатыр. Соған орай біз қонақтардан шағын сұхбат аламыз. Сәлеметсіз бе, Ракел апай? Саламат па? Мен сізден шағын сұхбат алсам. Рұқсат. Қазақ әдебиетіндегі қыздар бейнеленген қандай шығармаларды айта аласыз? Қазақ әдебиетінде бұрын кеңестік кезеңде Сәбит Мұқановтың Ботагөз романы болатын. Сол Ботагөздің өсу жолын сипаттайтын. Одан кейінгі беріректе Әзілхан Нұршайықовтың махаббат қызық мол жылдардағы Меңтайдың образы көп қыздарға үлгі болады деп ойлаймын. Әлде де мына жастарға сол шығарманы оқып, сондағы қызға берген ақылды көкіректеріне құйса деп ойлаймын. Сол шығармалардан, сол қыздардың, әйелдердің образынан кейінгі ұрпақтарымыз өздеріне үлгі өнеге алса деп ойлаймын. Көп рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сіздің қызыңыз бар ма? Қызым бар. Шаш өре аласыз ба? Өре алам. Қызыңызға қандай шаш үлгілерін жасайтын едіңіз? Енді ол мектепте оқып жүргенде, қазір енді тұрмыста қызым. Мектепте оқып жүргенде екі бұрым қылып, сосын жаңағы төбесінен біреу, астынан біреу сондай бұрымдар жасап шашын өретінмін. Сондай өзі жақсы көретіндерін. Көп рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Мен сізге бір сұрақ қойсам. Қарсы емеспін. Қазіргі кезде қазақ қыздарының тәрбиесі жөнінде не айта аласыз? Өте өзекті мәселе бұл қазіргі қыздардың тәрбиесі. Мен жалпы өсіп келе жатқан жас қыздардың ынталылығына, шеберлігіне, жан-жақтылығына, сосын талғамына өте ризамын. Өйткені қазір талғампаз қыздар киім кигенде өздерінің ортада ұстауы өте әдемі. Жалпы біздің өзіміздің ауылдағы осы жергілікті жердегі қыздарға мен көңілім толады. Көп рахмет. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Қызыңыздың шашы ұзын ба? Қызымның шашы орталау, бірақ негізі қызым шашы үлкен болғанын қалаймын өзім. Шашы өте қысқа қыздарға қалай қарайсыз? Өте қысқа шаш қыздардан келмейді деп ойлаймын негізі. Ұзын шаш дұрыс. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Саламатсың ба? Егер мектеп формасының орнына ұлттық киім, яғни қамзол мен көйлек киіп жүр десе, сіз оны қолдайсыз ба? Жоқ, мен оны қолдамаймын. Өйткені біздің ұлттық нақышта киетін мерекеде, мерекелік киім деп ойлаймын. Ол мектептік ордаға киюге болмайды. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Қызыңыз бала кезінде қызыңызбен бірге қуыршақтарға киім тіктіңіз бе? Болды ондай жағдайлар, иә. Кішкентай кезінде. Уже өскеннен кейін ол 3-4 қыз келіп, үйде кукла көп тұғын, сол бәріне жететін тұғын, сол өздері неше түрлі нелер тауып береміз, маталарын, керек заттарын тауып беріп, өздері тігетін тұғын. Керек кезінде көмектесесіз? Обязательно керек кезінде көмектесеміз. Рахмет. Сенің сүйікті шаш үлгің қандай? Маған бәрінен де қатты ұнайтын, яғни қос бұрымды екіге өріп жинау немесе бір өрімге өру. Себебі әрбір қазақ қызының шаш өрімі қазақи нақыш белгіні береді. Рахмет. Кішкентай кезінде қуыршақтарға қандай киім үлгісін тіккен ұнайтын еді? Көбінесе ашық түстерден, қызыл немесе ақ түстерден белдемшелер тіккен ұнайды. Рахмет. Қоғамдық орында қыз өзін қалай ұстау керек? Қоғамдық орындарда қыз өзін мәдениетті, сыпайы ұстау керек. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Саламат бол. Сіздің қызыңыз бар ма? Менің қызым жоқ, бірақ мен үлкен немеремді өзім тәрбиеледім. Ал немереңіз мектеп оқып жүрген кезінде қысқа белдемше киді ме? Қарлығаш киген жоқ, ондай қысқа не. Қазақ мектебінде оқыды, шашы ұзын болды, қазірде шашын қиған жоқ. Байқоңырда сән салонын ашып алды, жұмыс жасап жатыр. Рахмет, жақсы. Ракел апай, қыз бен ананың арасындағы арақатынас қандай болу керек? Қыз баланың көбінесе ашық түрде сырласып, білгеніңді үйретіп, ақылды беріп отырған жөн. Еш уақытта балаға үйде жекіп ұрысуға болмайды. Не де болса жаймен деп түсіндіріп айтқан дұрыс. Сол кезде ғана бала өзіңе жақын болып, өзінің ойындағы, көкірегіндегі сырларын айтып жүреді. Қазір біздің ата-аналар мен қыздар қуыршаққа қағаздан көйлек жасап жатыр, және жұмыстары қалай жүріп жатқанын көріп келейік. Жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Оңай болып жатыр ма? Өте жеңіл. Өзім негізі қолымнан келетін іс, сосын тез алып кеттім. Керемет. Қызым секеміз бе?
көйлектеріңізді қалай таныстырасыздар? Біз енді кәдімгі күнделікті кигенге көйлек дайындадық үстіне. Енді былайынша бантиге, енді кәдімгі қуыршаққа, енді простой жаңағы кәдімгі киіп кете беретіндей көйлек. Киім тігу барысы қиын болып жатыр ма? жоқ, ешқандай қиын емес, өте тамаша. Екі қызым көмектесіп жатыр. Розовый цвет таңдап жатырмыз. Қыздарым өзі осындай жақсы көреді. Осындай жұқа өздерінің көйлегі бар, сол түсті таңдадық. Бүгінгі өткен іс-шарадан қандай әсер алдыңыз? Бүгінгі өте керемет әсер алдым. Және де толқып та жылап та қалдық. Іштегі жаңағы айтылмаған сөздерімізді айтып, бір-бірімізге деген жаңағы жақсы көрем деген сөздің өзін айтудың өзі бір керемет, бір күшті әсер берді. Ана мен жаңағы қыздың арасындағы бір махаббат сезімін онан әрі әсерлі оятқан сияқты. Қыздарымыздан қандай әсер алдыңыз? Осы қыз бала тәрбиесіне байланысты жақсы кереметтей іс-шара болды. Өте жақсы әсер алдық. Жалпы бұған дейінгі өтіп жүрген іс-шаралардан моделі бөлек болды. Қолымыздан келгенше пікірімізді айттық. Өте жақсы, жоғары деңгейде өтті. Ұйымдастырушы кісілердің бәріне алғысымды айтам, аналық алғысымды айтам. Мына 250-ші мектебіміз, мектеп лицей өсе берсін, өне берсін, көркейе берсін. Өткен кештен қандай әсер алдыңыз? Бүгінгі Тайынбек Көмекбаев атындағы номер 250 мектеп лицейінде өткізілген іс-шара өте керемет өтті. Бұрын төрде отырып сөйлейтін едік. Бүгін осы кештің қатысушы болып, немерелеріммен бірге аналардың балаларына сүйіспеншілігі, балалардың аналарына сүйіспеншілігі деген қыз баланың отбасындағы тәрбиесіне деген көп іс-шараларда өткізілген жұмыстардың куәсі болып қатты қуанып тұрмын, толқып тұрмын. Өте тамаша іс-шара болды. Көп рахмет айтамын. Сізге де көп рахмет.